Қайырлы күн әріптестер, бүгінгі марафонымызға қош келдіңіздер. Бұл марафонымыз сіздер үшін пайдалы болсын. Қысқаша өзімді таныстырып өтейін. Есімім Думан, медициналық білімім бар және қазіргі уақытта соңғы 2 жылымда деп айтсам болады, соңғы 2 жылымда медициналық маркетинг бағытында жұмыс жасап жатқан маманмын. Қазіргі уақытта 5 бірдей үлкен клиниканың инстаграмдарын жүргіземіз және де жеке дәрігерлердің, жеке брендтерінің қалыптасуына толықтай контенттерін жасап инстаграмдарын жүргіземіз және де өзімнің жеке инстамедик деп аталатын обучением бар. Бұл жаққа медиктер өздерінің инстаграмдарын дамытқысы келетін, өздерінің инстаграмдарын дамытып, сол арқылы өзінің табысын арттырғысы келетін медиктер келеді. Бұл обучение менің 1 айға созылады. Осы 1 ай ішінде толықтай инстаграмды жүргізуді үйрету. Бұл обучениенің мақсаты. Ол жақта контент жасау, өтімді рил сценарийлар ойластыру, инстаграм арқылы пациент тарту жолдары және де өзінің жеке обучениесінің продукциясын шығаратын болса, соны шығару. Осының барлығы толықтай 1 айдың ішінде үйретілетін болады. Осы жасап жатқан саламызда Аллаға шүкір нәтижелеріміз өте жақсы. Жұмыс жасап жатқан қазіргі 5 клиниканың 2-імен жұмыс жасап келе жатқанымыз уже 2 жылдан астам уақыт болды. Жалпы өздеріңіз де білетін шығарсыздар, SMM саласында, Instagram дамыту саласында бір маманның бірнеше жыл белгілі бір клиникалармен, эксперттермен жұмыс жасау өте сирек кездеседі. Көбінесе бағанағыда мобилографтарды, SMM-ді жиі ауыстырып жатады. Біздің алдыңғы 2 клиникамен жұмыс жасап 2 жыл болды, соңғыларына жарты жылдан астам уақыт болды. Аллаға шүкір, жақсы нәтиже көрсеткеннен кейін осындай тұрақты клиникалармен жұмыс жасап келеміз. Бұл марафонда сізге пайдалы бола аламын деп ойлаймын, себебі бұл салаға мен жаңа келіп жатқан маман емеспін, 2 жылдан бері осы салада жүрген маманмын. Өзімді қысқаша таныстырған кезде осындай. Енді біздің бастағалы жатқан марафонымызға келетін болсақ, бұл марафонның мақсаты қандай және бұл марафоннан сіздер не аласыздар? Жалпы енді бұл марафоннан сіздер толықтай инстаграмды 100%-ға жүргізіп үйреніп кетпесеңіздер де, белгілі бір инстаграм жүргізуге алғашқы қадамдарын жасасаңыздар, бұл марафонның миссиясының орындалғаны. Жалпы бұл марафон неге тегін? Алдыңғы сөздерінде айтып өткендей, мен дәрігерлермен жұмыс жасаймын, клиникалардың инстаграм дамыту бойынша және де жеке өзімнің обучением бар. Енді ол жақтан да бөлек осылай тегін марафон өткізуде шешім қабылдадым. Себебі осы марафонға келіп, белгілі бір медицина саласындағы маман өзінің инстаграм жүргізіп бастап кетсе, адамдарға денсаулық тақырыбында пайдалы ақпараттар беріп кететін болса, онда мен толықтай осы марафондағы миссиямның мақсатының орындалғаны. Бұл марафоннан сізге пайдалы болуы болмауы, немесе бұл марафоннан сіз нәтиже көрсетуіңіз, көрсетпеуіңіз, бұл тікелей сізге байланысты. Осы марафонда берілген пайдалы ақпараттарды, инструменттерді іс жүзінде қолданып, қайталап жасап, ары қарай нәтиже көрсетіп кету керексіз. Осы уақытқа дейін сіз инстаграм бойынша ақпаратты алмады емессіз. Мүмкін араларыңызда бірнеше обучениеге қатысып тастағандарыңызда болуы мүмкін. Оларда нәтиже көрсетпеуіңіздің бірден-бір себебі сіз іс жүзінде жүзеге асырған жоқсыз. Тұрақты түрде осы жақтан алған ақпараттарды, инструменттерді өзіңіз іс жүзінде айналдырып, видео түсіру керек болса видео түсіріп, сторис түсіру керек болса сторис түсіріп, жазу керек болса жазып, идея шығару керек болса идея шығарып, соны барлығын қайталап жасасаңыздар, міндетті түрде мен 100% сенімдімін сізден нәтиже болатынына. Бұл видеода мен сіздерге өзімді таныстырдым және марафонның мақсатын түсіндірдім деп ойлаймын. Енді келесі видеоларда медиктерге инстаграмның мүмкіншілігі қандай және медиктерге инстаграмның пайдасы қандай, сол туралы толық айтатын боламын. Келесі видеоға өтіңіз.